мен мына күшім ташыған кезде дүниеге сыймай кетемін. Сол кезде маған Алла тағала жердің кіндігін ұстатса, бірақ маған ыстық кейде бәрінен боранды кеш, ескі қыстау ертегім. Жалмауыз сендердің ішіңде дейді. Сен өзіңнің ішіңдегі жалмауызды жең дейді. Символдық қандай да бір астарында бір мән мағына бар ма? Әрине, онда әрине біраз айтқың келген ойлар, жеткізгің келген сезімдерің төгіліп түседі. Жалпы баланың дүниетанымы ертегі оқудан алыстап кетті дегенге көзқарасыңыз қалай? Ертегі әлемін сағынамыз, өйткені ертегі әлемі таза, ол әділ, ол адал, ол жақсылыққа, нұрға толы әлем. Анау хакер, американдық хакер біреудің айтуымен бір зұлымның жаңағы ертегілер әлемінен өтіп кетіп, Аладдиннің сиқырлы шамын әкеп берді. Осы ертегі жазатын баланы қалай тәрбиелеу керек? Ертеде, ешкі жүні бүртеде. Ертегінің есігін аш. Әр сөзі даналық, әр кейіпкері ғұмырлық сабақ. Бұл ұлт рухын ұрпаққа жеткізетін мәңгілік әлем. Барлығы Қаз ертегі каналында. Сәлем достар, бүгінгі Қаз ертегі YouTube шығарылымында бізбен бірге қазақтың ақыны, жазушысы әрі жыршы жырауы Баянғали Әлімжан аға. Ол ертегілер мен батырлар жырын жатқа айтып беретін нағыз шебер. Манас сияқты ұлы дастандарды қазақ-қырғыз екі тілде қатар жырлап жеткізген елдің сүйікті манасшысы. Бүгін Баянғали аға бізді ертегілер еліне алып кетеді, керемет оқиғалар мен қызықты кейіпкерлерге толы сапарға дайын болсаңыз, кеттік. Сәлеметсіз бе аға? Сәлеметсіз бе? Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Уақыт бөлгеніңізге көп-көп рахмет. Өйткені ертегі әлемін сізсіз елестету мүмкін емес. Сол үшін де сіздің біраз ертегілеріңізді оқыдық. Міне Мейірімді Асқар алдымызда тұр. Бұны да қазір хабар барысында талдаймыз. Енді алғашқы сұрағым, өзіңіз осы неліктен ертегі жанрын таңдадыңыз? Не үшін балалар әлеміне келдіңіз? Рахмет Мәдина. Мына сіздердің де маған назар аударып, құрмет көрсетіп шақырғандарыңа ризашылық, сондай сезіммен келдім, және ертегі әлеміне саяхат жасағым келді. Менің де бұны әңгімені кішкене әріден бастасақ, ол ертегі жазудан бастан бұрын, бұл ертегіге біз қалай келдік жалпы? Қазақ қалай келді ертегіге? Біз бала күнімізде ертегі оқып өстік. Мысалы, менің әкем Тақан Ұлы Отан соғысына қатысқан, 3 рет жараланған, Берлинге дейін барған. 40 шақырмағанда соғыс тұтып қалған. Анам Бәтима қарапайым ауыл адамы, соғыс жылдарында тылда жұмыс істеген. Сол әке шешеміз бізге бала күнімізде әкемнің 4-ақ класс білімі болды. Сөйтіп жүріп, батырлар жырын оқитын бізге. Бүкіл Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, Қыз жібек, осы барлығын, ер тарғын бәрін сол кезде оқыдық. Бірінші қаттанғанда оқығанымыз біздің сол батырлар жыры болды. Сонымен бірге ертегі оқитын. Қазақ ертегілер деген үлкен көк кітап болды. Ертегіге құмар болдық. Құдай сақтасын, онда бізде немене, компьютер жоқ, телевизор да жоқ керек десе. Радио бар, одан әлгі кешке ертегі айтады. Ерден Атайдың ертегілері. Оны тыңдаймыз өліп өшіп. Содан ең кереметі біздің Алтын деген құдағиымыз болды. Апа дейміз біз енді. Менің Мәриям Мәйміна деген апамның енесі ғой. Олар жездеміз ұғыш, қойшы болды. Сол ауыл бір қыстауда тұрады. Мақпал деген таудың етегінде, қалың орманның ішінде қой базы бар. Құдағағаштың ар жағында 8 километр жерде. Біздің Көкшетау облысында Біржан-Сал ауданы қазіргі. Сол ауылға бару біз үшін бір алысқа саяхат жасағанмен бірдей. Содан әлгі үйге барамыз. Қап-қараңғы үй, тоқ жоқ, керосин шам жағып қояды. Сосын таза ауа орманның ішін қыдырамыз, каникулда. Содан әлгі кешке таман енді отырғаннан кейін апамыз ертегі айтады, Алтын апамыз. Керемет ертегі шықсы болатын. Ал майын тамызады ғой ертегінің. Жатып ап ертегі тыңдаймыз. Ессіз тыңдаймыз. Анау керосин шамның көлеңкесімен құбылып, ана үйдің ішінде әлгі елдер жүрген сияқты елестейді кеп тұр. Мен сол жаңағы өте есімде қалғаны. Бір айтқан әңгімесі тіпті бертінге дейін сол бала күнімде тыңдаған есімде қалды. Ғазіреті Ғали, Әзірет Әлі. Бір күні келе жатып, пайғамбарға келіп, Мұхаммед алейхиссалам пайғамбарымызға келіп айтты дейді. Мен мына күшім ташыған кезде дүниеге сыймай кетемін.
сол кезде маған Алла тағала жердің кіндігін ұстатса, мен жерді шыр айналдырар едім деп бана ұштасқан ғой енді Алланың арыстаны. Пайғамбарымыз күлді дейді, сосын ай тәубаңа кел деп. Содан жүр кетіп қалды. Әзірет Али келесі алдынан бір шал ақсақал кездесіп қалды. Иығында бір дорбасы бар. Сәлем берді Әзірет Али. Ана кісі ата дорбасын жерге қойыпты да, бір кезде енді жүретін кезде айтты, балам, ана дорбаны да беріп жүрші, белім бүгілмей тұр депті. Әзірет Али батыр адам, бітті дорбаны қамшының ұшымен алып берейін деп, әлі басы алынбайды дейді. Тартады алынбайды. Сосын қолды салып жеріп көтерді, қаһарланып, барлық күшті тартқан кезде астында дүлдүл атының 4 аяғы жерге кіріп кетті дейді. Дорба қозғалмады. Сосын ақсақал айтты, ай балам, сен әуре қылдың ғой, өзім алайыншы деп еңкейіп дорбасын іліп алып сап кетіп қалды. Айран асырып пайғамбарға келіп айтты. Осында қарап көрдім. Күлді дейді пайғамбарға алейхиссалам. Сен жердің тұтқасы қолыма тисе шыр айналдырам деп едің ғой. Құдай тағала берді ғой жердің тұтқасын, неге айналдырмадың деп. Сонда Әзірет Али тәубасына келген екен. Мағынасы не деген терең. Жердің шарын, жердің тағдырын бір адам шеше алмайды. Бұл Алланың қолында деген. Сол менің бір 7-8 жасымда, 9 жасымда тыңдаған аңызым. Сол әлі күнге есімде қалып қойды. Жаңа Алтын апамның ертегісінен. Мен сол бала күнімізді одан кейін кітаптан оқыдық, ал кеттік қой жаңағы Ертөстік, Жанды батыр, Шарқанның баласы. Тағы жан-жаны бар туралы, Керқұлатты, Кендебай, Құдай-ау, бәріміз оқыдық. Осы ертегілер бізге сіңе берді. Содан кейін басқа әлем халықтарының ертегісін оқыдық. Орыс тілін үйренгеннен кейін орыс тілі арқылы басқа ертегілерді оқытып, осы біз ертегілер әлеміне солай келдік. Енді қызығым, мен жаңа бала күнгі ертегілер әлеміне сағынғаным сондай, ескі қыстаудағы ертегі деген өлең жаздым. Хабарыңды бір өлең оқып берейін. Ескі қыстаудағы ертегі. Ана Алтын апамыздың үйіндегі ата құдамыз Кенебай деген кісі болатын. Малын жайлап келгеннен кейін тыңдаймыз ғой ертегіні. Қармен қымтап қой қораның іргесін, Кенебай шал малын жайлап келгесін, қара тонға қарабалдар бір аунап, шай ішіліп, сақал сипап күлгесін, ақ жаулығы қараңғүйді жарықтып, ежелгі ескі аңыздарды халықтық, үскірікпен үндесе бір күрсініп, айтушы еді Алтын апам жарықтық. Жалғыз қыстау ну орманның бауырында, қырау басып бөркін мақпал таудың да, әңгімені ағытатын әжеміз немересін тербеп қойып алдында. Елтіп әбден ертегінің сөзіні, бәр елестеп менің бала көзімі, айналатын әжей жұмбақ әлемге ертегіден келгендей бұл өзі де. Кәрәсін шам саман үйді құбылып, көлеңкелер әрлі-берлі жүгіріп, аңыздағы аждаһамен диюлар бұрыштардан қарайтындай тығылып, жүрек жаурап діріл қақса тылсымнан, әжеміздің әжімінен жылынып, батырларымен бірге қағып қанатын, бала қиял жер түбіне баратын, қайда шіркін сол ғажайып мөлдір шақ, ертегіге естен танып нанатын, бұл өмірде емес шығар жол тегін, кезеді адам арман іздеп жер көгін, бір белестен бір белеске асады, бүгінгіден қызық-ау деп ертеңім, бірақ маған ыстық кейде бәрінен, боранды кеш, ескі қыстау ертегім. Бәрекелді. Міне, осы сағыныш бәлкім, осы құмарлық ертегі деген менің жан дүниемде қалып қойды, сақталды. Менде бір сұрақ туындаған. Сол ертегіге келуім, сол махаббат ертегіге деген мен ертегі жазуға да алып келген шығар деп ойлаймын. Сонда сіз шабытты, мен сұрағым болды, жаңа шабытты ертегіден аласыз ба, жоқ әлде халық ауыз әдебиетінен ба деп. Сонда сіз шабытты осы әжеңіздің ертегісінен алатын болып тұрсыз ба? Енді ол олай демес, шабыттың табиғаты тым басқалау. Бөлек па? Бұл ғайыптан келетін дүние ғой, шынына келгенде. Ол мысалы мен осы ертегілерді жазайын деп жазған жоқпын, балалар әдебиетіне келіп шығарма жаза бастауымда қызық. Менің мысалы немерелерім балабақшаға барған кезде жаңағы берген балабақшада өлеңдерін түсінбейді, өлеңдерді көңіс түсінбейді. Содан апаң айтты үйдегі, мынау ақынсың ғой, балалар мына өлең түсінесің бе? Оқысам түсінбейді, сосын өзім жазып бере бастадым. Менің жазғанымды қағып алады. Сөйтіп атақты 400 тәтті тақпақ кітабым келді өмірге. Тағы бір том балаларға өлеңдер жаздым. Міне сол секілді осындай бір ойдан туып ертегі жазайын деген ойға келдім. Менің сол алғашқы жазған ертегімнің бірі жалмауызды жеңген бала.
Мальчик, победивший жалмауыз. Қазақша орысша жаздым, кино сценарий қылып та жаздым. Осы ұлан газеті бастау деймін оны. Ол қалада пәтерде тұратын Асан деген бала күн түн ойнайтын телефон. Күн түні жаңағы бұзық соғыс ойындарды көреді. Сосын мамасы ұрсады, сен өзің де мындай болып баратсың, кішкене қойсайшы деп, сол қоймай жаңағылар еліктеп жүр, бұл аяғында орманда еліктің лағын атады. Ана өлімші жараланады. Содан барып бұның бір кез көп оқиғалардан аяушылық оянып, ұяты оянып, ананы атып алдым, оның жазатын енді өлі су мен тірі суды әкеліп беру керек болады да, жалмауыздың еліне барады. Сөйтіп өте бір қызықты оқиға, сонда жалмауыз айтады: ана жазықсыз жанды атқан адамзат сен жалмауыз ба? Жоқ, мен жалмауыз ба? Жалмауыз сендердің ішіңде дейді. Сен өзіңнің ішіңдегі жалмауызды жең дейді. Соның Асан сол ішіндегі жалмауызын жеңіп, қайтадан ұялып, адам қалпына келеді деген бір қызық ертегі жаздым. Міне сөйтіп, жаңағы сенің сұрағыңа жауап, бұл барлығы бәлкім ол да бар шығар, сол ана ертегі деген махаббат, балағыңға ішкі дүниеде, жан дүниемде жүрген сағыныш. Сол сағыныш та болды ма, сол қиялымнан барып жаңғырып, осындай дүниелер өмірге келді. Ал енді авторлық ертегілеріңіздің кейіпкер таңдаған кезде неге сүйенесіз? Символдық қандай да бір астарында бір мән мағына бар ма? Әрине, онда біраз айтқым келген ойлар, жеткізгім келген сезімдерің төгіліп түседі әр кейіпкердің бойында. Ал енді мен сосын ойландым, қазір былай қарасаң, ертегі жазатын уақыт па? Ертегі оқитын уақыт па? Өйткені заман аласапыран дүние, проблема толып жатыр. Адам бір Қазақстанның өзінде, қазақ халқының басында болашақты ойласаң да басқа тіршілікте толып жатқан проблемалар, мәселелер көп. Бірақ бала қай кезде де бала ғой. Оның балалық ағы бар ғой. Ол бақытты шағында біз балаға оның жан дүниесі аппақ парақ сияқты ғой. Біз соған ізгі сөзімізді, аталарымыздан жалғасқан дәстүрлі сөзімізді жазуымыз керек қой. Қазір қарасаңыз, көп жағдайда мысалы әлем халықтарының ертегілерінің арасында бір енді бұзылған бірдеңелер болмаса, негізінде бәрі де ізгілікке, жақсылыққа баулайды. Ана Ханс Кристиан Андерсенді алыңыз, Пушкинді алыңыз, басқа. Сонда қарап отырсаңыз, бәрі де ізгілік таңсаған ғой, сол ізгі балалық шақ таңсаған. Енді бүгінгі күнге қарап отырсаңыз, ертегіні оқудан көріп, мына экранға шығып кетті. Экранда жаңағы телевидениеңіз, компьютер ойыныңыз бәрі ертегі. Ал жәнете онда кейде сұрақ қоятын жерлер көп. Жаңағы кейде сол жақсылықпен қоса жаңағыдай жауыздықты, атыс шабысты, қырғын сүргінді, батырды көрсеткен болып отырып, жаңағы жауапсыз кісі өлтіруді деген секілді нәрсенің бәрін көрсетіп жатады. Бұның бар аржағастарында біздің балаларымыздың жан дүниесін бұзу, ой санасын бұзу деген ойлар жатыр ма деп қауіптенуіміз керек біз. Балалар не көріп жатыр, қандай ертегі тыңдап жатыр. Сондықтан да біз жаңағы ізгі ертегілерімізді жазуымыз, айтуымыз керек шығар. Біздің қазақ ертегілері балалар тек қана жақсылыққа, тек қана ізгілікке, мейірімділікке баулайтын ертегілер. Ал енді ол осы заманда оларды балалар оқи ма жоқ па деп біз қауіптенбеуіміз керек. Бала күннен егер ата-анасы сол бір ата-бабамыздың бір жақсы ертегісін айтып беріп отырса, бала ол қызығады, бала ол тыңдайды. Біздің қателігіміз, жалпы біздің қоғамның қателігі, бәріміздің. Біз балаларымызды беріп қойдық аналарға. Балаларымыздың жан дүниесін, ой санасын анау экран арқылы билейтін мына жат дүниелерге, жат ертегілерге, жат шығармаларға соны беріп қойдық. Балалар ананы көргісі келіп тұрады қазір. Сондықтан жоқ. Енді біз адам болғаннан кейін, біздің де ата болғаннан кейін балаларымыздың жауапкершілік бар ғой. Демек, біз өз сөзімізді, өзіміздің халқымыздың ұлттық дәстүрдегі сөзімізді балаларымызға алдымен соны үйретуіміз керек. Соны сіңіруіміз керек. Содан кейін бала үйреніп өскеннен кейін әлем халықтарының ол барша қазынасын меңгере берсе, ол жақсы деп ойлаймын. Міне осындай ниеттен туған. Әйтпесе, ол ертегі керек қашанда. Өйткені баланың балалық шағы ертегімен қызық. Дұрыс айтасыз. Жалпы баланың дүниетанымы ертегі оқудан алыстап кетті дегенге көзқарасыңыз қалай? Жалпы сіздің ертегілеріңіз баланың санасына қалай әсер етеді? Бірінші сұрағын айтайын, балалардың санасы ертегіден алыстап кетті деуге болмас. Кесіп айта алмаймыз, иә? Алыстатып отырған өзіміз шығармыз. Жаңағы аналарды көргеннен кейін ол
ертегіні оқып отырмайды, шын ғой, ана сарт сұрт Құдай сақтасын балалардың ертегісінде мультфильмдерінде шетелдің анау бір картинадан бір картина ауысқан кезде көріп үлгермейсің ғой. Миың ананы қоқып үлгермейді, қабылдап үлгермейсің. Ол не үшін? Сарт сұрт. Енді біздің жаңағы баяу кәдімгі байсалды бейнелі деген мультфильмдерімізді көрмейді бала анадан кейін. Анаған үйрек болған, бәрі шапшаң, бәрі асығыс, бәрі жанталас мысалы. Оған біз жіберуге болмайды. Содан кейін әрине ананы көрген бала жаңағы қазақтың асықпай байыппен баяндайтын ертегісін оқып отыруы басында да екі талай. Демек біз ата-аналар алдымен бірінші кезекте таласып отырып, ұмтылып отырып, баланы өзінің ата-бабасының ертегісімен ауыздандыру керек. Дұрыс айтасыз. Сіздің ертегілеріңіздің басым бөлігі мейірімділікке негізделген, мысалы, соның бірі мына мейірімді Асқар. Осы ертегілердің қандай психологиялық астары бар? Соны білгім келеді. Сосын да ертегіні өзім оқып шықтым. Асқарды сіз мәңгілік ертегі әлемінде қалдырыпсыз. Не себептен? Сізге ұнады ма ертегі? Ертегі ұнады. Бірден мен оқып шықтым. Ертегі өте әдемі, кәдімгідей қиялды жетілдіреді әрмен қарай. Сосын мұнда біз өзіміз оқыған, бала кездегі оқыған ертегілердің бүкіл кейіпкерді көрдік. Көз алдымызда жаңа таусоғар келді, жел аяқ келді дегенде, мына мен оқыдым ғой деген секілді көз алдымызға елестетіп отырып оқыдым. Енді бұл ертегілер әлемінде мейірімді Асқар не үшін қалды? Әлде бала Баянғали қалып кетті ме? Сен бір сұрақ емес, бірнеше сұрақ қойдың ғой. Әуел осы мейірімді Асқардан бастайық. Мынау Фолиант баспасы шығарды. 5 бөлімнен тұрады. Әдемі шығарды. Мен мұны орыс тілінде, қазақ тілінде, екі тілде жаздым. Орысша оқыған кезде көз ауырады ғой. Мұнда нелерді, әріптері де әдемі екен. Добрый жарасын Асқар деп орысшасы шықты. Өзбек тіліне, түрік тіліне, ағылшын тіліне аударылды. Бұның бірінші бөлімі 2015 жылы жазылған. Ол осы Добрый жарасын Асқарды соншалықты ұнатқан, әсіресе орыс тілді оқырмандардың ұнатқаны сондай. Бір күні Валентина Фиронова деген әйел журналист Қазправдаға мақала жазып қойыпты. Керемет. Дружные ребята деген газет бар ғой бізде. Сол 3 жыл қатарынан 14 нөмірінде жариялады. Осының алғашқы 3 бөлімін. Ал Москвадан шығатын детский роман газетаға басылды. Анна Ахматовамен бірге. Ал бұл және бүкіл орыс тілді сайттарда дүниежүзіне тарап кетті, ағылшын тіліне аударылып, бірінші бөлімі басылды Лондонда. Сонымен ең қызығы бұл ертегінің мейірімді Асқардың өзімді сондай жақсы көремін бұны. Мен ойлағам алдында бір-ақ бөлімін жазам, соен бітті деп. Кейін ақырын туды. Бұнда өзіңіз жаңа сұрап отқан астарында не бар деп сұрадың. Ол әр нәрсе әрине ол ойсыз дүние болмайды ғой. Жазушылық деген ойдан туады, сезімнен туады. Демек бұның ішінде әрине ой, сезім бар. Ең бастысы бұл біз қазақ халқы қайырымдылығымен, мейірімділігімен әлемге танылған еліміз. Бізді басқа елдер сол біздің мейірімділігіміз үшін жақсы көреді. Біз ешкімге адыраңдап күш көрсеткен емес. Біз қазір кейбір әсіре батырлар айғайлап жатыр ғой, ол бізге жол емес. Бізді барлық әлемнің адамдары, мен талай жерге барғанда алдымнан шықты. Біз қиыншылық кезде қазақ халқының мейірмандығын, жақсылығын көргенбіз деп, кәдімгі тебіреніп тұрып, солардың ұрпақтары деп айтып отырады. Демек осы мейірімділік, қайырымдылық біздің қазақтың ұлттық қасиеті бойына өткен. Осы мейірімді Асқарды жазғанда сол бірінші алға шықты қасиетін. Екіншіден қазіргі жаңағы мультфильмдердің бәрінде тек қылышын суырып, кесіп тастайтын, атып жіберетін, сарт ететін. Ізгілікке шақырады. Иә, сондай бір қатыгездік қаптап кетті ғой. Мынау олай емес, бұл мейіріммен оятады адамдардың бәрі. Жаңа небір ертегінің кейіпкерлерін мейірімімен, қайырымдылығымен сапыластырып шығады ғой сосын барлығын. Иә, ізгілігімен. Енді жаңа сіз айтқан, бұнда 80-нен асқан даланың қариясы Асқар. Ауылдың жағдайы кете бастап, балалар көшіп кетті қалаға. Бұл қалаға барғысы келмейді. Балалық шағын сағынады. Жасы ұлғайып енді. Сол кезде бала күнде ертегіні көп оқыған, ертегілер әлемді сағынады. Ертегілер әлемі сағынған кезде жүрегі лүпілдеп соғып, сөйтіп жүргенде бір оқиғадан бұл ертегілер әлеміне өтіп кетеді.
7 жасар алтын балықтың көмегімен. 7 жасар балаға айналып, демек бұл да менің қиялым шығар бәлкім. Ертегі әлемін сағынамыз, өйткені ертегі әлемі таза, ол әділ, ол адал, ол жақсылыққа, нұрға толы әлем. Сонда жаңағы осындай қиялдан туған болар. Және де бұл кісі бүкіл әлемнің жақсы ертегілерін өзінің достары деп есептейді. Иә. Сөйтіп бұл жаңағы алтын балық қарады, алдар көсемен кездеседі, Маша медведьпен кездеседі, Мюнхгаузенді жеңеді өтірік айтқаннан. Анау аққазбен кездеседі, кімнің Ганс Кристиан Андерсеннің қалай солдатын тірілтіп алады. Одан Снежный королева. Қарқаншайым иірімге. Қарқаншайымыны ананы бәрі мұздай суық көреді, сөйтсе айтады ғой, сіздің жүрегіңіз жылы ғой дегенде Қарқаншайымы жадырап салып, Асқармен керемет дос болып кетеді, рас па? Міне осындай ертегілер әлемінде бір жылға барады ғой. Сөйтсе кейіннен мүмкіндік туып алтын балық сұрайды, мәңгілік қалғың келе ме? Қалғың, ана алтын балықты ұстап алғанда айтады, алтын балық, менде ешқандай қасиет жоқ қазір. Мені қайтесің сен? Мен саған түк бере алмаймын дейді. Сөйтсе айтады, маған ештеменің керек жоқ. Сен ертегілердің алтын балығы, сен аман жүрсең болды деп қоя бергенде алтын балық айтады, мен сіз сияқты қалтқысыз жаңа бескорыстный жақсылық жасап тұрған адамды бірінші көріп тұрмын. Жұрт бірдеңе істесе, оған өтемей сұрайды ғой. Сен жүрегіңмен, жан жүрегіңмен істеп тұрсың, соған мен саған сыйлық беремін. Егер қалғың келсе, осы ертегілер әлемінде мәңгілік қаласың дегенде бала иә дейді, сөйтіп қалады. Сенің қадалып тұра отқаның осы ғой, бұл неге халық қойды, мына жақта ел жұрты жоқ па, бәріне келмей. Әңгіме мынада ғой, бір нәрсеге назар. Бұл 80-нен асқан шал, қазақша айтқанда төрінен көрі жақын. Бұл дүниеде өмірін сүріп болған. Балалар өсті үй болды, кетті қалаға. Енді бұл тек жаңа о дүниесін ойлап тұрған ақсақал ғой. Міне астар осында жаңағы ертегі әлеміне өтіп кетіп, көп адамның өтіп кеткісі келетін шығар, бұл біздің қиялымыз. Міне осындай. Сөйтіп енді маған ой туды бірінші бөлімнен кейін. Ары жалғастырайық, тоқтаңыз енді. Бұл бүкіл әлемнің жақсы кейіпкерлерін айтады. Мен сендердің досыңмын. Олар да дос болады. Енді бір кезде өзінің қазақ ертегілерінің алыптары шығады ғой. Тау соғар, көл таусар, жел аяқ, ептіні қалай дамытты. Епті деген тіпті ловкая рука деп ауыстырдым орыс тілінде. Ол ең бас кейіпкердің бірі болып кетті. Жаңа ақылдылық. Адал досы болды. Адал досы бір, екіншіден ақылды, айлалы жаңағы, өте епті. Бұда тәрбиелік мәні бар балаларға деген. Ол жаңағы, осындай жаңағы кейіпті қозы, лақ, шөк, мысық, шуатын кілем, түгел қазақ ертегілерінің жаңағы ізгі нелерін жиып әкеп, маған Асқардың айналасына топтастырдым. Қасқырыңа да дейін жүр, түйеңе дейін жүр, құлың, еркетай құлын да жүр. Неге? Шөк, мысық бәрі жүр. Неге? Ол бүгінгі балалар бұрынғы ертегілерді біріншіден оқымай, білмейтіндері болса, мынаны естеріне түсіру үшін, білдіру үшін, таныту үшін, танымдық мәнін көрсетеді. Екіншіден, мысалы, сіз оқыдыңыз, біз оқыдық, басқа ұмыта бастаған кейіпкерлерімізде, біздің осындай ертегілеріміз болған. Соның осындай кейіпкерлері бар еді ғой деп, алға шығару, жез тырнақ, жалмауызыңа дейін жүр ғой ішінде. Енді ары қарай, анау Аладдиннің сиқырлы шамында алып келеді. Анау самба бембери барамба баяғы мақтаншақ Африкада әнші, о да келеді. Құмның патшасы құмдауыл, ыстық, ол келеді. Бұл жақтан Қарқаншайым келеді. Екеуі айқасады, ыстық пен суықтың соғысы. Мына заманда глобальный потепление. Сонда Асқар шырылдайды ғой, екеуіңіз де керексіз, бізге өз орныңызда сіздер. Өз орнымен. Сен сұраған астарлы ой дегенің, образ дегендердің осында жатқан болар деп ойлаймын. Құм боп қалсын, мұз боп қалсын, өз орнымен ерекшеленеді дегенсе. Әдемі. Әдемі. Хаккердің өзін қостыңыз ғой, осы заманғы хаккердің өзін алды. Әдемі, жақсысыңыз. Енді ол да өтірік емес қой. Анау хакер, американдық хакер, біреудің айтуымен бір зұлымның жаңағы ертегілер әлемінен өтіп кетіп, Аладдиннің сиқырлы шамын әкеп берді. Ол шам қолына түсті, баяғы жынды жұмсап, бүкіл әлемге құдірет патшалық қылмақ қой. Оған бірақ ертегілер әлемі оған жібермейді. Рұқсат бермейді. Өте алмайды. Сол хакердің өзімен екеуі дос қылып жібердім ғой. Мысық айтады ғой, Асқар сен бәрімен доссың, адам біреумен қас болу керек қой. Жоқ, Асқар қас болмайды. Маған да ол сұрақ келді. Бәрімен дос, бәрімен мейірімді, тіпті хакердің өзін кешіріп отыр. Кешіріп, ата-анасына қайтарады. Солай ма? Ал енді Галли мен Геола басқа планетаға ұшып кету. Сонда Геола дегеніміз біздің жер ғой, Гео. Галли
жаңағы Гелиос күннің ар жағындағы планета, жердің егізі. Сонымен бұл инопланетян басқа планетаға ұшқан тұңғыш қазақ ертегісі шығар, енді білмеймін, бар шығар тағы да. Ал енді анау анакондамен анау Амазонкада жатқан анаконда даланың қозысын жесем жасарам. Экологиялық таза. Оны да келтірген. Қазақтың малының етінің таза ғой. Бір сонанан жеймін деп кондырмен алдырады, кондыр деген құс жұмсап. Соны қуып барып анадан құтқаруы, аяғында жаңағы анаконданы өлтірмейді де, соғыспайды, дәннен кетпей, аспен ұрғанды, таспен ұрғанды аспен ұр деген мәңгілік дастархан қайда, бай дастархан, жаңағы жиылмайтын дастархан. Соны анакондаға асатып жібергенде ана өзінен өзі қарны ашпай тоя береді екен ғой. Şimdi жемейтін болып қалады жаңағы Айдақар. Бұның да ар жағында талай-талай ойлар жатқан болу керек. Мінекей, ал енді бұл кондырды қайдан алды? Мен Жюль Верннің ертегі Капитан Гранттың балалар деген фантастикалық шығармасын оқыдық қой. Сонда кондыр деген құс бар. Ол керемет есімде қалып қойған, жақсы көргем соны. Сол міне жылдар өткенде менің өз шығармама образ болып қайтып берді. Сол дастарханды мен ойладым, қазақтың қонақжайлығын көрсеткісі келді ғой аға деп. Өйткені үнемі дастархан жайлы қонақ келсе, қонақжайға қазақпыз ғой. Сол үшін де қайда барса да міндетті түрде дастархан қатар жүреді. Ол бір екіншіден ең анау жау ғой анаконда. Қозыны жейін деп тұр, бәрін жұтайын деп тұрғанға. Соны дастарханмен ұрып жібереді ғой. Сонда таспен ұрғанды аспен ұр деген үлкен бір ойлар осы жерде. Сонымен мына бұның барлығы адам қиялынан Құдай беріп маған осы қиял әлеміне сүңгіп кеттім. Сонымен 5 бөлімнен тұратын мынау ертегі аяқталып, енді бұны шығарған Фолиант баспасынан менің алғысым шексіз, өте ризамын. Мынау мен былтыр 70 жасқа толдым, сол 70 жасыма арнаған сыйлықтар осы Мейірімді Асқар, сосын Доброжелательный Асқар 2 тілде шықты. Бұйырса алда да шығарып қалар. Біраз ой жоспарлар бар, қазір 5 тілге аударылып тұр. Сондай бір Фолиант баспасының бір үлкен еңбегі. Бұлар өздері шығарып 10 жылға менен алып, өздері сатып таратып жатыр. Менің бұған нем жоқ, мінекейіңіз. Мейірімді Асқар. Доброжелательный Асқар орысшасы тура осында бірақ светі басқа. Бирюзовый свет дейме, өте әдемі шыққан енді. Әдемі. Барлық сұраққа осы Мейірімді Асқар арқылы жауап бердіңіз да. Өйткені осы заманды да енгізіп отырсыз ішінде. Балалардың бойындағы мейірімді ұялату керектігін, қазіргі балаларға рухани байлық беретін ол қоғам емес, ең бірінші ата-ана. Біз расында да баланы беріп қойдық. Телефонға тапсырып қойдық, тағы бір неге тапсырып қойдық. Жауапкершілікті өзіміз алуымыз керектігін сіз әдемі осы ертегі арқылы да жақсы сипаттап бергендей болдыңыз да. Өйткені сіз осыны түсіндіріп отқан кезде өзімнің барлық сұрағыма жауап алғандай болдым. Енді мұнда сіз аға осы ертегі жазатын баланы қалай тәрбиелеу керек? Осы ретте менде сұрақ туындады да, баланы қалай бейімдеу керек? Ертегі жазуға ма? Жазуға. Ал енді өзіңіз шәкірт тәрбиелеп жатсыз ба бүгін? Мәдина, ол өте қиын нәрсе. Сосын мынау шәкірт тәрбиелеу дегенді көп айтамыз. Мысалы спортта болады. Мықты боксерлар өздері жасыл қойғасын, мына тренер жаттықтырушы неге мықты болады боксерден? Ол боксердің істегенін істей алмайды денесімен, бірақ мына миы жақсы, бәрін түсінген ғой, білім жинаған, сол білімді береді ана жаттықтырушы. Немесе басқа жағдайда да болады. Ал енді әдебиетте шәкірт тәрбиелеу деген бұл немесе өте қиын нәрсе. Мүмкін емес, себебі егер жазушы ақын, ол талантты адам. Талантсыз адам бола алмайды. Жай қағаз жазушы болар, ал нағыз жазушы ақын талантты адамдар, олар өз жолдарын іздейді. Ол бір адамның жолына таласпайды да, сыймайды да. Әр қайсы өзінше көшбасшы, өзінше лидер. Мен мысалы әдебиеттегі көшбасшы деген нәрселерді мойындамаймын, қабылдамаймын. Сыйлаймын. Менің керемет өлеңім бар. Аталар аспандағы аруағымыз, ағалар асқар таулар ардағымыз, оттан ұшқын асылдан сынық деген біздің де ізгілік жол арманымыз. Демек, сіз егер біреуді алдыңызға қойып, соған қарап, соған еліктеп отыратын болсаңыз, ол сіз жай ғана еліктеушісіз. Ал кез келген шығармашылық индивидуум дейміз ғой, тұлға, ол өзінше бөлек әлем. Онда көшбасшы деген болмайды.
ол өзі алатын білімін, алатын дүниесін өзі жинап, өзі біліп алады. Сондықтан ертегі жазатын да, жазушыны да мына тәрбиелеп шығарамыз, шәкірт қыламыз деген ол бос нәрсе. Сынға келмейді. Бірақ шәкірттік деген өзіңіз оқыдыңыз журфакты. Біз оқыдық филфакты Казгудың. Қандай ұстаздардан білім алдық біз? Керемет үлкен ғұлама данышпандардан білім алдық. Ол шәкірттік, студенттік шәкірттік, ол біздің жүрегімізде мәңгі бақи қалды. Олар бізге көп білім берді мысалы. Біздің ағаларымыз қандай еді? Ал енді бірақ тікелей былай жаз, олай жаз деген секілді немесе айтқан сұрағыңызға шәкірт, ертегі жазатын шәкіртті қалай шығару керек деген мен бұған қиналамын. Бірақ балаға ертегі жазудан бұрын әуелі ертегі оқуды үйретіп алсақ керемет болар еді. Егер бала ертегі оқып өскен бала ертегі жан дүниесіне сіңіп кетіп, ол ертең одан жаңағы бір рахат тауып, өзінің мүмкін қайтадан жаңғырып жүрегінен ертегі туып жазып атса, ол нұр үстіне нұр. Ал енді мына заманда білмеймін, өйткені қазір көбіне киноға, телевизорға қарай алып кеттік, бірақ бәрінің негізінде әдебиет жатады ғой. Бәрінің негізінде мынау жазылған жазушының сөзі. Осы ертең мысалы киноға айналады, осы ертең сахнаға шығады дегендей сөз арасында айта кетейін енді. Ашық әңгіме ғой, сондықтан бұл мақтанды демем, мен болған нәрсе айтамын. Тұрсын Жұртбаев деген данышпан ағамыз бар ғой, ғалым. Сол замандас қатты ойнаймыз екенбіз. Маған күледі бүгін. Бұл Баянғалидың мақтанғанында қызық. Ешкімге тиіспейді, ешкімді жамандамайды, өзінің жолына түсіп алады да өзін айтып мақтай береді деп. Мен айтамын, Тұрсынеке, мен мақтанбаймын ғой. Мен бар болғаны шындықты айтамын өзім туралы. Бірақ сол шындықтың өзі мақтанған сияқты болса, онда осал болмағаным ғой деп. Құдайға шүкір, мен осы күнге 88 кітап жазып шығардым. 30 томдық шығармалар жинағым шықты, шығармаларым 20 тілге аударылды. Соның бір саласы осы балалар әдебиеті. Мені кейбіреулер балалар жазушы дегісі келіп тұрады. Жоқ, мен жалғыз балалар жазушы емес, мен поэзияда, прозада, басқа Құдайға шүкір еңбектерім. Бірақ мен үшін мынау балалар әдебиеті, оның ішінде мынау кітап. Осы кітаппен 400 тақпақ балаларға арналған мен үшін ерекше. Себебі үлкеннің мыңына бергенше баланың біріне бер дейді. Ана менің тақпақтарымды кішкентай балалар тақылдап, жаттап айтып атқанда мен қуанамын. Видеоға түсіріп, интернетте қаптап жүр. Ана бәрі айтады, ата-аналар айтады, бір әжелер, бірақ тақ бәрі түсінікті бізге дейді. Балаларға түсінікті тақата қалады дейді. Сол секілді мынау ертегіде балалардың жүрегіне жол тауып, нұрландырып атса мен қуанамын. Өйткені бұл кәдімгі менің жан жүрегімнен туған, менің ой санамның қуатынан туған дүние. Жаңағы анау ертегілерді мен оқымасам, ол ертегілер менің жан дүниеме бала күнімнен сіңбесе, мен оны жақсы көрмесем, бұл жазылмайтын. Және мен бұл ертегіні жазып жатқанда оларды қайталап оқып, қайталап қараған жоқпын. Өзімнің ішкі дүниемде жүрген дүниелер солай құйылып түсті мысалы. Сондықтан мен бұған өте қуанамын. Ал енді балаларды бағалап, кеше бір қарындасымыз айтады, 4,5 жастағы баламы оқып беріп едім, әлгі бала түсіне бастады дейді. Бұл негізі бұл балабақшаның балалары үшін емес, бұл 1-ші, 4-ші сынып, 5-ші, 6-ші сыныптың балаларына дейді, және үлкендерді оқитын ертегі ғой, өзің қызығы оқыды болсын. Енді қараңыз, осы жаңағы өзбек тілін аударған Нигора Умарова деген аудармашым жазып жіберіпті. Баянғали, вы написали сказку лучше Гарри Поттера деп. Енді эмоциямен айтқан шығар, мен ешкіммен таласқым келіп тұрған жоқ. Жалпы мен өз ұғымымда әдебиет өнер туындысын біреумен салыстыру, таластыруды қабылдамаймын. Әрқайсысы өзінше әлем. Бірақ ана кісінің берген бағасы осындай. Ашур Өздемір деген түрік тілін аударған профессор ғалым сол кісі түйіп айтқанда, мына бұрынғы ізгі дәстүрмен, әдебиеттің дәстүрімен қазіргі заманда өзгерістерді үйлестіріп, жаңаша дүние жасаған екенсіз, бұл үлкен жаңа дүние деп жоғары бағасын берген. Раушан Көшенова деген профессор Иман Жүсіптің немересі барып үйде рахаттанып тұрып оқыдым, мына кітабыңызды, бұл бомба дейді. Бұдан да рахмет сізге деп сөйдейді. Ал енді оқыған балалардың тілегі. Ана күні орыс мектебіне кездесуге бардым. Содан олар Доброжелательный Асқардан үзінді қоямыз деп үзінді қойды. 4-ші кластың 3-4-ші кластың бір қыз бала королеваны ойнап тұр ғой. Нағыз королеваны ойнап тұр. Ал одан кейін қазақ мектебінде бұлар үзінді қойып жатыр. Сонда мен ойладым, мен текке жазбаған екен. Мен қуанам, ана балалар келіп кеше ата қол қойып беріңіз деген кезде ана балалардың көзіндегі нұрды көріп мен өте қатты қуандым. Казахстанский правда уже жазып жіберіпті. Мынандай Баянғали аға атасының ертегісін балалар сөйтіп оқып
қуанып жатыр деп. Мен қуанам, ал енді қазақ журналистерінің ішінде осы Мейірімді Асқарға бірінші назар аударып, осындай жерге шақырып отқан Мәдина сіз. Сондықтан мен сізге көп рахмет айтам. Өміріңіз ертеге дейін нұрлы болсын. Айтқаныңыз келсін. Осы ретте Баянғали аға, сізге де мен ерекше алғыс айтқым келіп отыр. Мынау мен мына ертегіні ерекше оқығаннан кейін ба, бұл ертегі маған ерекше әсер еткеннен кейін ба, мен жаңағы Баянғали Әлімжанов ағаным емес, бір Мейірімді Асқармен сұхбаттасқандай болып отырмын да. Өйткені бұл сіздің таза болмысыңыз, табиғатыңыз осыған сипатталған, әдемі жазып шыққан кітап, бұл сіздің табиғатыңызда бар екен. Оның барлығын бүкіл дүниені мейірімділікке, махаббатқа бейімдей беру адамның қолынан келе бермейді, сосын таусылып та қалады ғой ол. Осымен тоқтайын, не болды, бүкіл әлем мейірімді болып кетті ғой деп адам тоқтауы мүмкін да, ал сіз бүкіл әлемді осылай мейірімге бөліп, осындай Мейірімді Асқар туындыны өмірге әкелгеніңізге рахмет. Қаз ертегі YouTube шығарылымы осы балалар әлемін енді алғаш зерттеп біз қадам басып жатырмыз. Ең алғаш кейіпкеріміз сізсіз. Рахмет. Сол үшін де мен де бақыттымын сізбен сұхбаттасып, осындай үлкен жобада сізді көргеніме өте қуаныштымын. Шығармашылығыңыз шыңдала берсін. Әлі талай біз балалар әлеміне, ертегілер әлеміне ораламыз деп ойлаймын. Бұл басы ғана. Рахмет. Біз жақсы ертегіні жазуға тырысайық. Сіздер жақсы ертегіні насихаттап, балаларымызға оқытуға тырысыңыздар. Балаларымыз ертегі оқыған бала жаман болмайды, иншалла. Сол адамшылығымызды, халқымыздың жақсы қасиеттерін дарытуға тырысайық балаларға. Рахмет сізге. Құрметті достар, сіздер міне бүгін бізбен балалар әлеміне саяхат жасадыңыздар. Тек қана балалар әлемі емес, сонымен қатар адамдардың бойындағы мейірімділік, жақсылық, ізгілік жайлы біз бүгін Баянғали ағамыздың өз аузынан естідік. Балалар әлеміне келу үшін адам бірінші бала секілді таза, сондай пәк, риясыз болу керектігін біз де осы сұхбат барысында көз жеткізіп отырмыз. Пікіріңіз болса міндетті түрде қалдырыңыз. Ал егер де Мейірімді Асқарды оқуыңыз келсе, жаңағы айтып өтті, Валиант баспасына хабарласып, дәл осы кітапты алуыңызға болады. Ол тек қана балаларға ғана емес, сіздерге де ұнайды, көңілдеріңізден шығады. Рахмет. Кез келген туынды, кез келген шығарма заман талабына сай туындайды. Сонымен қатар кейіпкерлер де заман талабына сай өмірге келеді. Дәл Мейірімді Асқар осы біздің дәл осы заманға сай келген кейіпкер деп айтар едім. Өйткені қазіргі таңда өздерің жақсы білесіздер, барлық бала ғаламторға бет алып кетті. Оның сыртында мейірімділік азайып бара жатқан заманда Мейірімді Асқар бүкіл адамзат баласын мейірімділікке шақырады. Тек қана қазақ даласын, қазақ баласын емес, сонымен қатар әлемді мейірімділікке шақырумен қатар ауызбіршілікке, ынтымаққа ұйыстырады. Баянғали аға осы кітапта мейірімді болайықшы, адамзат баласы деп айтқысы келгендей. Оқыңыз, ой түйіңіз, сіздерге ұнайды деген сенімдеміз.